Біздің тауларымызға тән жануарлардың бірі таутеке. Олар тіп-тік жартасты жерлерді мекендейді. Сондай ортада өздерін қауіпсіз сезінеді. Өздеріне бұйырған осы жер жаннатын тастап кететін кездері өте сирек. Тоқташы, ондай жартастарда кішкентай лақтары қалай күн көреді? Көктемде толатын лақтар тез аяқтанады. Өз беттерінше өмір сүруге жылдам бейімделеді. Ең қауіпті деген құздардың өзінде емін-еркін жүре береді. Таутекелер жазды күні ыстық пен шыбын-шіркейден қашып, таудың биік шыңдарына кетіп қалады. Өздеріне ыңғайлы жайылым тауып алса, сол жерден ұзамайды, үнемі қайтып келіп тұрады. Сырттан қауіп төнбесе, үйір бір қалыпты өсіп өнеді. Олар күннің басым бөлігін жайылумен өткізеді. Я, нағыз рахат өмір. Тау шыңды мекендейтін сары тұмсық шауқарға, қара бүйірлі от құйрық торғай, жылқышы сияқты құстар да жем іздеп жүр. Гималай ұлары да осы жерде мекендейді. Күздің соңына қарай таутекелер күйекке түсуге дайындалады. Жас текелер өзінің шама шарқын анықтау үшін бір-бірімен күш сынасады. Аз ғана уақыттан кейін тау тыныштығын мүйіздердің сарт-сұрт еткен дыбысы бұзады. Кәрі текелердің арасында сүзіс басталады. Бірақ таутекелердің өмірі сырт көзге ғана жай барақат болып көрінеді. Ал шын мәнінде оларды үнемі көзге көрінбейтін бақташыдай болып барыс аңдып жүреді. Бұл жыртқыш марал сияқты ірі жануарларға да шабады. Дегенмен олардың басты қорегі таутеке. Табиғаттың өз заңы бар. Бір хайуанның тағдыры екіншісінің өсіп өнуімен тығыз байланыста болады. Теке мен барыстың арақатынасы да сондай. Барыстың жынының түсі оны қорғайды. Ол тарғыл тастардың арасында ғана емес, ашық беткейде, шөптің арасында да оңайлықпен көзге түсе қоймайды. Бір жақсы жері таутеке өте сақ жануар. Бар солардың қасына оңайшылықпен жақындай алмайды. Сондықтан жасаған шабуылының бәрі бірдей олжалы бола бермейді. Таутекелер көбіне жыртқышты алыстан байқап қалады да, ол шабамын дегенше жалт бұрылып қашып, жонын көрсетіп кете барады.